Сәлем достар, электроника шығаратын танымал брендтардың барлығының кәсібі дәл осы саладан басталды деп ойласаңыз қателесесіз. Мысалға Samsung компаниясы кептірілген балық, лапша, тіпті араққа дейін сатудан бастаған. Siemens болса медицина техникасы мен оптика сатқан, ал барлығымыз білетін LG тұрмыстық химиялық заттар сатудан бастағанын білесіз бе? Үлкен жетістіктер кішкентай қадамдардан басталады. Бүгін сіздерге екінші дүниежүзілік соғыс кезінде оңтүстік Кореяның Пусан қаласының жертөлесінде бастау алған алып корпорация туралы айтатын боламын. Дәл осы жерде Ку Эн Хвей есімді бала тіс порошогын сату кәсібін ашқан болатын. Ал әрі қарай не болғанын барлығыңыз біліп отырған шығарсыз. Бірнеше 10 жылдық өте бұл кішкентай компания әлемдегі электроника нарығындағы үштіктен көрінеді. Бұл қалай болды деп таңғалмаңыздар. Барлығын рет-ретімен айтып беремін. Баланың анасы Сеулдағы орта білімді мектепке бару үшін жылдар бойы ақша жинаған екен. Ку бала кезінен көшбасшылық қасиеттерін көрсетіп оқуда озат болған. Ал оқуын аяқтаған соң өз ауылына қайтып келген. 30-шы жылдары Корея, Жапон елдің қарамағында болған және билікте тек ақсүйектер отбасы отырған болатын. Осылайша жас жеткіншек ағасымен бірігіп кішкентай дүкен ашады. Бірақ сауда-саттықтары жүрмей қарыздары көбейе бастайды. Алған бетінен қайтпай отбасының мүлкін салып банктен несие алады. Бұл қадам жас бала үшін өте маңызды шешім еді. Соның өзіне саудалар өрге жүзді деп айту қиын болды. Қарызға белшесіне батқан Ку ешкімде жоқ товар ойлап табуға бел буады. 40-шы жылдары кәріс халқы тіс жууға қарапайым тұзды қолданған болатын. Ал біздің бүгінгі кейіпкеріміз тіс жууға арналған ұнтақ ойлап табады. Сол кездегі экономикалық құлдырауға қарамастан сауда жақсы жүріп жатты. Бірақ Ку жаңалық ашқан жоқ. Бұл товар Еуропа елдерінде күнделікті қолданылып жүрген товар болатын. Бірақ Азия елдері үшін бұл товар ерекше болып көрінді. Келесі қадам бизнесті кеңейту болды. Кудың інісі Джон Хэ косметикамен айналысуды ұсынды. Осылайша 1947 жылы Lakeview Chemical Industries компаниясын құрады. LG компаниясы осы уақыттан бастау алады деп есептелінеді. Компанияның шығарған алғашқы тауары бетке арналған крем болды. Бағасы қымбат болса да тұтынушылар саны одан әрі арта бастады. Компанияның келесі тауары тіс пастасы Lucky шығады. Ал тауардың сыртын шыны мен фарфордың орнына пластик қолдану бұл нарықты түбегейлі өзгертті. 10 жыл көлемінде компания Корея елінің атақты тұрмыстық химия өндірушісіне айналды. Айтып өткендей, Корея елі Жапон қарамағында болған кезде Америка елінің жаңалықтарын тыңдамас үшін жапондықтар барлық радиоқабылдағыштарды жинап көзін жойған болатын. Ал соғыстан кейінгі жылдары баспа газетін барлық аудандарға жеткізу қымбатқа түскен еді. Дәл осы оқиға Кудың жаңа істі бастауына түрткі болды. Осылайша мемлекеттің қолдауымен кішігірім электроника зауытын ашады. 1959 жылы Gold Star транзитті радиоқабылдағыштары сатылымға шығып бестселлерге айналады. Ал 60-шы жылдың басында алғашқы телефондары жарық көреді. Ол жылдары мемлекет басшысы диктатор Ли Санман болған еді. Халық наразылығын білдіріп төңкеріс орын алады. Ал жаңа президент болып Пак Джун Хи тағайындалады. Ол кісінің басшылығы кезінде агроөндіріс пен экспорт дамуы жүзеге асты. Жаңа басшы барлық кәсіпкерлерді жинап мемлекетті көтеруге қомақты кредиттер ұсынған болатын. Осындай көмектің арқасында Gold Star компаниясында тоңазытқыштар, вентиляторлар, кір жуу машиналары пайда болады. 60-шы жылдың аяғында Ку Эн Хве дүниеден өтеді. Ал оның орнын басатын адам табу мәселесі қиынға түсті. Кудың ұлы мұғалім болып жұмыс істеген және бизнесте хабары болмады. Бірақ компания мүшелері келісіп әкесінің орнын басуға көндіреді. Ку Чан Кюн әкесінің жұмысын жалғастырып қана қоймай, компанияны жаңа дәрежеге көтереді. Чан Кюн тек Кореяда ғана емес, шет елдерге шығып бизнесті кеңейте бастайды. Бұрынғы мұғалімнің басшылығымен кассет алу, магнитофон және түрлі түсті теледидарлар жарық көреді. Ал 1986 жылы өздерінің компьютері мен видеокамерасын шығарады. 70-ші жылдарының басында компания Кореядағы өндіріс нарығында бірінші орынға шығып, жылдық табысы $100 миллион жетеді. Елдегі инфляция мен кризиспен күресу үшін Gold Star компаниясы шетел нарығына бет алады. Алғашында Америка мен Еуропа елдерінде сауда жүргізе бастайды. Ал ең бірінші шетелдегі зауыт Америкада ашылды. Еуропадағы зауыт Германия мемлекетінде орналасқан болатын. Ол жақта көбіне теледидарлар мен аудиотехника сатылды. Кореядағы ішкі кризис басталған жылдары компания басшысы университет студенттерінің үздіктерін жұмысқа қабылдап, ақшалай көтермелеулер ұсынды. Ал барлық кәріс студенттерінің арманы осы компанияға жұмысқа тұру болды. Әлемдік нарықты бағындыра бастаған сәтте компания атын өзгертуге тура келді. Басшылық көп ойланбай, компанияның бұрынғы екі бас әріптері Lucky мен Gold Star'ды қосып, LG деген атау береді. Ал Life's Good лозунгы кейіннен қосылған болатын.
Кейінгі 10 жылдықта компания қайырымдылық қорларымен айналысып, энергия үнемдейтін экрандар жасауға кіріседі. Осылайша 2000 жылы алғашқы плазмалы және сұйық кристалды теледидарлар шығады. Ал қазіргі барлығымыз қолданып жүрген смартфондарымыздың IPS дисплейлары дәл осы компаниядан шығады. Қазіргі таңда барлық офистар мен үйлерде осы компанияны шығарған тұрмыстық техникалар мен электроника тауарлары толып тұр. Жалпы алғанда LG Group оңтүстік Кореядағы қаржылық өнеркәсіп группасы болып табылады, ал әлем бойынша 120-ға жуық фабрикалар жұмыс істеп тұр. Жұмысшылар саны болса 100 мыңнан асады. Штаб-пәтері Кореядағы Сеулда орналасқан. Компания отбасы мүшелеріне келсек, балалары мен немерелері миллиардер атанған. Бұл отбасында дүниеге келсең жолың болды деп толығымен айтуға болады. Алға қойған мақсат пен еңбектің арқасында жарты ғасыр бұрын кішкентай ауылда басталған кәсіп өз тұтынушыларын тапты деуге болады. Ал сіздер бұл компанияның қай тауарын тұтынасыз? Міндетті түрде жазып кетіңіз. Менің бүгінге айтарым осы, шығарылым қызықты болды деген сенімдемін. Келесі кездескенше.